Италия жерін 16 ғасырдан бастап Испания, Франция, Австрия елдері жаулап алған болатын. Ел экономикалық құлдырауға ұшырайды, бірақ мұның бәрі рухани өмірге әсер етеді. Осы кезеңдерде халықты көтерген ұлы күш француз революциясы болып жатқан кезет. Ұлт-азаттық күрес феодалдық реакцияға қарсы саяси көтерілумен шиеленісіп жатты. 19 ғасырдың бірінші жартысына дейін Италия өнері ұлт-азаттық көтерілістің нәтижесінде соның әсер етуімен де дамымай қалған еді. Бірақ демократиялық өнер бағытында әдебиетке қарағанда музыка өнері жаңа ұлттық мектептік қалыптасуыменен де яғни романтикалық стильде жаңаша біртіндеп дамып қалыптаса бастайды. Италия халқын шығармашылық тұрғыдан көтерген революциялық кезең жаңа алдыңғы қатарлы ағымдарды туындатады. Яғни аспаптық музыка өркендей түседі. Ұлы Паганинидің орындаушылық және шығармашылық тұлғасы, ең бастысы ұлт-азаттық күрес ойлары көрініс тапқан жаңа опералық мектеп пайда болады. Жаңа ұлттық опера мектебін ұйымдастырушы композитор Россини. Композитор Вердидің де музыкасы жоғары жетістіктерге жете бастайды. Осы екі композитор классиктердің шығармашылығы арқасында 19 ғасырда Италияның көркем мәдениеті жалпы европалық дәрежедегі жоғары деңгейге көтеріледі. Россинидің екі операсы Италия музыкалық театрларында қойыла бастайды. Шығармашылығының алғашқы кезеңінде Россини негізінен комедиялық опералар жазған болатын. Оның шығармашылығында жазған 16 операсының ішіндегі 9-ы опера буф, яғни комедиялық опералар қатарына жатады. Соның бірі Бомаршенің пьесасы бойынша жазылған «Севиль шаштаразы», «Севильский цирюльник». Бұл да опера буф негізіндегі Россинидің алғашқы стильдік айқын көрінісі еді. Севиль шаштаразынан кейін Россинидің театрдағы комедиялық қойылымға деген қызығушылығы басылып қалады. Россинидің комедиялық соңғы операсы «Ұры шымшық». Бұл салмақты опера жанрына жақынырақ болып келеді. Мазмұнға байланысты жанрлық жағынан гаммаларды, эмоционалды бояулармен бұл операда кеңірек бере білу, қайғы мен сезімтал әуен көңілді әуенмен ұласып, яғни алғашқы салмақты опера жанрын бере білгендей еді. Салмақты опера жанрын Россини тарихи аңыз операсымен байланыстырады. Соның бірі 1813 жыл жазылған опера сериясы «Танкред». Россинидің жан-жақты тәжірибесі Вильгельм Тель операсында да көрініс табады. Вильгельм Тель операсымен Италияның жаңа опера мектебі бастау алады. Бұл бірінші ұлттық патриоттық опера бастауымен де басқа да Европа елдерінің музыкалық театрларында осындай негіздегі шығармалар қойылымы жалғасын тапқан. Драматургиялық ерекшелігі сахнадағы ірі көріністер, композициялар, хорлар, оркестрді жаңағы кеңінен пайдалану. Бұл жаңағы бірнеше басқа да композиторлардың шығармашылықтарында кейіннен дами түседі. Міне осылайша Италия опера мектебіндегі Россини шығармашылығымен де романтизм дамуы бастау алғандай еді.